Сәлем баршаңызға, каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен салманнан жасайтын боламыз. Өте оңай және тез жасалады. Ең алдымен қамырын илеп қойып қоямыз. Қамыры тыңғанша біз подлив жасайтын боламыз. Ет, сәбіз, көріп тұрғандарыңыздай бұрыш, пияз, чеснок, картошка. Көп нәрсе қажет емес бізге. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің каналымда басқа да видеолар бар. Тамақтың түр-түрі бар, тіркеліп көре аласыздар. Осы видеодағыдай турап қуырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай қызартып жақсылап қуырамыз. Бұл тамаққа басқа көкөністердің қосудың қажеті жоқ, өйткені өзінің дәмі осымен керемет болады. Тұзын, бұрышын саламыз дәміне қарай. Еті пісіп қалған кезде картошкасын салып пісіріп аламыз. Подливіміз піскенше біз қамырымызды жаятын боламыз. Мен сіздерге екі тестаны бірден жаятын көрсететін болам. Видеодағыдай жасаңыздар. Арасына ұнды көбірек сепсеңіздер, тестамыз жабыспайтын болады. Осылай жақсылап басып, сосын оқтаумен жаятын боламыз. Өте оңай, тез жайылады, бірден екі тестаңыз дайын болады. Уақытыңыз көп кетпейді. Біреуі дайын болғанда екіншісін жұқалап жайлап, ұнын сеуіп, тураймыз осылай видеодағыдай. Жаймақ турасаңыз да болады. Қайнап тұрған суда қамырымыз пісіріп аламыз. Ас болсын.